Көпшілік, бүгін мен сіздерге оңтүстіктің диалектісіндегі бір сөзді айтпақшымын. Ол беймарал деген сөз бар. Бұл сөздің тіпті қазақтың сөзі емес екенін мен ертеректе байқадым. Алматылық қонақтар келген кезде соларға беймарал деген сөз айтсам күлді олар. Демек мен айттым, бұл онда ол жаққа тән емес сөз екен, бізге ғана тән сөз екен. Бізге қайдан келді екен бұл сөз деп ойланып, өзбектермен енді көршіміз ғой, солардан келген ғой деп бір күн топшылап, жаңағы өзбектерден сұраймын ғой. Осы сөздің, олар айтып қалады, беймалал деп қалады. Соны сұраймын, бұл қайдан шыққан сөз, түбірі не мағына білдіреді деп. Сөзім өздері білмейді сол сөзді. Айтады, бірақ білмейді. Шығу тарихын түсінбейді екен. Содан өзім арғай ойланымда бей деген сөз бұл парсының болымсыз райы дегеннен кейін сондай ғой деп өзім ойладым да, демек бұл парсының сөзі шығар деп, сол парсы тілін білетін адамнан сұрамайын ба? Бұл қайдан шыққан, не мағына, түбірі қандай, аудармасы деп сұрасам, малал деген сөз шаршау, қиналу деген мағынада қолданады екен. Ал енді соның бей болған екен алдында, ол шаршама, қиналма, жалпы айтқанда без проблем деген мағынада екен. Міне сіздер осы енді оңтүстіктің бір диалект сөзінің мағынасын түсіндіңіздер. Беймарал, шаршамай, келесі кездескенше аман